жаттығуда болу керек дедім ба, значит, таңғы сағат 7-де жаттығуда болу керексің. Түсіндің ба оны? Қазірден бастап ұқыпты бол. Менде ұйықтағым келеді, менде жатқым келеді. Бірақ мен осы сендер үшін келем ғой, таңғы сағат 7:30-да. Ой, 6:30-да деген. Жарты сағат сендердің бұрын ерте келіп оламын. Сағат 7-де жүгіреміз деймін, сендер жоқсыңдар, үйлерде жатасыңдар. Баука қайда? Баука бар. Мико қайда? Мико тұр, кеш баука. Мико бар. Мына екеуі, Баука мен Мико туған ағайынды. Қолын көтерші кәл. Қолын көтерші бар. Баука туған ағайын деген. Ағасы інісі. Сейфуллина да тұрады. Сейфуллина. Сейфуллинді қайықта білесіңдер ма? Қаланың бір шеті. Сейфуллин ажалды. Сол жақтан азанда бұлар 7-де кроссқа келу үшін, бұлар сағат 5-те тұрады. 5-те тұрады, жуына чайнат, сөйтеді да азан автобустарына мінеді, өзі артында жүре ма автобус? Мені, пожалуйста, қандай автобусын келесің болар? Қандай автобус? 56, 26? 26, 46, молодец мен. Мені боксты жақсы көреді. Азан мен 6:30-да келесі тастасам, бұл екеуі ерде 6-да тұрып алады екен. Маған еще звондайды, ағай қайықта істе. Дұрыс па балам? Вот сондай махаббат болу керек істіліктеріңе. Сосын тәртіп болу керек. Бұлар уақытылы жатады, азанда сағат 5-те тұру үшін қаншада ұйықтайсың балам? 10-да ұйықтай, пожалуйста. А сен қаншада ұйықтайсың? Балам? 11-де. Пожалуйста, 11-де. Еще сен баламнан жақын жерде тұрасың. И то сен келмейсің. Келмейсің, потому что сен мамаңды тыңдамайсың. Тәртіп жоқ. Мамаң сен әжеңе апарады, сен ойнайсың, түнде кеш жатасың, кеш келесің, телефон шұқылайсың, соны 1-2 болып, түйесін азында қорлап, сасып ұйықтап отырасың. Ты проспал свою мечту. Сен өзің арманыңды, сен өзің мақсатыңды ұйықтап, бір күн болсын, сол арман мақсат бір күн сен ұйықтап сен қалдың. Ол арман мақсат бір күнге жоқ болып кетті. Түсіндің ма мен? Мынандай балалар ма? Баука, Мико деген сияқты балалар, тура осындай балалар сенің дәл салмағында басқа залда, басқа қалада, басқа ауылда, әлемнің түкпір-түкпір шетінде балалар армандарын бір күн ұйықтамай жұмыс жасалады. И сол балалар ертеңгі сен солармен жарысқа шыққанда, сол балалар сенің 2 баш жоғары тұрады. И ты им будешь проигрывать. Вопрос, почему? Потому что ты проспал. Потому что сен тренер айтқан тыңдаған жоқсың. Потому что сен әжеңнің, атаңның айтқан тыңдаған жоқсың. Сен анаңды ренжітті, сен жүрген далада ойнадың. Разница, қарашы. Басқа бала и сен бала. И каждый раз, когда сен балам күніге солай, әр аптасына 6-шы күні, каждый аптаның 6-шы күні жүгіреміз ол кросс. И каждый кросс сен уже солай жүгірмей ұйықтап жүрген кезде, и эта мечта у тебя будет вниз падать. А вот эти ребята, которые не спят, они только выше будут подниматься. Видишь расстояние, Аллах? И ты их никогда не догонишь. Никогда. С таким дисциплиной. Ясно? Тренировка келіп жүрсіңдер ма? Мақсат қойдыңдар ма? Ағайлар 7-де деді ма? 6:30-да залдың алдында тұру керексің. 15 километр кросс деді ма, значит 15 жүру керексің. 50 километр кросс деді ма, 50 километр кросс жүру керексің. Пахать и пахать. Жұмыс жасау керек. Бұл өмірде ештеңе сендерге нанның үстіне май жағып, үстіне бал жағып ешкім бермейді. Сол нанның үстіне жағылған май мен балды заслужить надо. Чтобы хорошо питаться, чтобы хорошо одеваться, чтобы красиво жить, чтобы красиво учиться, хорошо учиться. Өмірде үлкен жетістікке жету үшін мамаларың, әжелерің, аталарың шалғып жүру үшін әкелерің. Вы должны пахать. Ата-аналарың өзін ақтау керексің. Түсінікті ма? Тәртіп. И никогда мен естімейтін болайын, что әжесін, атасын, одан басқа әкесін, анасын тілін алмай жүрген. Никогда. Түсінікті ма? Бүгінге жаттығу аяқталды. Көңіл күй бәрі дұрыс па?
бір кроссты жібермекші болды. Түсіндің ба балам? Бір кроссты жібермекші болды. Сол кезде биік шыңды бағындырасың. Спорт. Бокстың ең биік шыңын бағындырасың. Жалпы өмірде де биік шыңды бағындырасың. Ерте тұрып жұмыс жасасыңдар. Тәртіп болса. Түсіндің ба балам?